Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып оның қалауын білемін. Я знаю его мечту или же желание. Бүгін сабақта арманыңды, тілегіңді жазып үйренесің. Научишься писать свою мечту. Жаңа сөздер: арман, мечта, қалау, желание, мое желание, менің қалауым, болу, быть, саяхаттау, путешествовать. Мына жаңа сөздерді жаттап, дәптерлеріне жазып қойыңдар. Қайталайық. Ребята, мы с вами проходили қалау рай, желательное наклонение. Қалау рай деген не? Қалау рай іс-қимылды, орындаушының қалауын, тілегін, ниетін білдіреді. Глаголы қалау рай означает желание говорящего. Как образуется? Қалай жасалады? Түбірге, корню слова прибавляются суффиксы, жұрнақтар г, г, х, к. К ним добавляется жалғау окончаний, окончаний притяжательной формы. Первого лица, второго лица ң, ңыз уважительная форма второго лица и окончание третьего лица с, или же по форме твердой с. И обязательно, ребята, вспомогательный глагол келеді. Смотрите, оно не изменяется, да? Изменяется только форма окончаний и форма суффикса. Мысалы, болғым келеді, келгің келеді. В данном случае слова заканчиваются на тонорные, поэтому ряд суффиксов г или г. Айтқыңыз келеді, айтқыңыз уважительная форма и кеткісі келеді. Окончание третьего лица, соответственно, желательное наклонение третьего лица. Посмотрите, в данном случае слово айт и слово кет заканчивается на глухую согласную, поэтому суффиксы прибавляются с глухой согласной к и к. Здесь всего лишь два варианта. Первый вариант. Слова заканчиваются на глухую согласную, добавляются к и к, и во всех остальных случаях суффиксы г и г. Просмотрите пример еще раз. Балалар, сендер көп уақыт бізбен бірге болдыңдар. Вы много времени проводили с нами. Уақыт, время. Біз туралы көп білетін шығарсыңдар. Вы знаете о нас көп, многое. Ендеше, тогда, біздер туралы не білесіңдер? Что вы знаете о нас? Біздер туралы, о нас. Айтып беріңдерші, расскажите. Ребята, давайте вспомним. Еске түсірейік. Мына балалардың аты кім? Как зовут данных детей? Мына балалардың аты кім? Бақыт, Қуаныш, Айсана. Мы с ними очень много вместе работали. Осы балалар туралы кішкене әңгімелейік. Давайте вспомним. Еске түсірейік. Бұл балалардың арманы қандай? Какая же мечта? Арман. Бұл балалардың бақыт. Бақыт. Кім болғысы келеді, балалар? Кім болғысы келеді? Кем хочет стать? Айсана кім болғысы келеді? Қуаныш кім болғысы келеді? Айсана, мен өскенде ғарышкер болғым келеді. Алыс жақын ғаламшарларды ғарыш кемемен аралағым келеді. Ребята, мы этот текст проходили, вспоминайте. Кем хочет стать Айсана? Дұрыс, ғарышкер. Ғарыш кемемен аралағым келеді. Аралағым келеді. Желательное наклонение. Хочу путешествовать по планетам на ғарыш кемемен, на космическом корабле. Қуаныш. Ал мен астроном болғым келеді. Хочу стать кем, балалар? Астрономом. Да? Болғым келеді. Хочу стать. Мое желание. Жұлдыздар әлемін терең білгім келеді. Білгім келеді. Хочу узнать. Терең, глубоко. О чем? Жұлдыздар әлемі. О звездном мире. Бақыт.
Армандарын орындалсын. Ребята, выражение, запомните, армандарын орындалсын. Да пусть исполнятся ваши мечты. Запомните, запишите. Мен де өскенде ғарышкер болғым келеді. Ғарышкер болғым келеді. Хочу стать космонавтом. Үнемі түсімде во сне ғарыш айлағынан кемемен ғарышқа ұшып бара жатамын. Во сне всегда я лечу в космос. Жақсы балалар, вот мы с вами вспомнили, есімізге түсірдік. Енді мы с вами всегда проходили слова меніңше, по-моему, менің ойымша, по моему мнению. И теперь, смотрите, сегодня мы с вами пройдем такое вводное слово менің білуімше. От слова білу, знать. По моему знанию, то есть настолько, насколько я знаю, бақыт болашақта ғарышкер болғысы келеді. По моему видению, бақыт хочет в будущем стать космонавтом. Айсананың өзінің айтуынша, смотрите, ребята, выражение өзінің айтуынша, по высказыванию Айсаны, по ее личному, өзінің, ол ұшқыш болғысы келеді. Она хочет стать кем? Ұшқыш, летчиком. Қуаныш, менің білуімше, по моему знанию, по моему веданию, Қуаныш астроном болғысы келеді. Хорошо, ребята, жақсы. Енді бақыт ғарышкер болғысы келеді. Айсана ұшқыш болғысы келеді. Қуаныш астроном болғысы келеді. Енді мына картаны толтырайық. Давайте заполним данную карту. Бірінші сөйлем. Жұлдыздарды көргім келеді. Кто хочет увидеть звезды? Астроном, конечно. А кто хочет стать астрономом? Астроном кім болғысы келеді? Қуаныш, жақсы. Ұшаққа мінгім келеді. Ұшақ. Кім ұшаққа мінгісі келеді? Айсана, дұрыс. Саяхаттағым келеді. Кто хочет саяхаттау? Саяхаттау – это новое слово, ребята. Путешествовать. Бақыт саяхаттағысы келеді. Және Айсана саяхаттағысы келеді. Они хотят путешествовать. Телескоп алғым келеді. Хочу приобрести телескоп. Кім? Дұрыс, астроном, яғни Қуаныш. Шет мемлекеттерді көргім келеді. Хочу увидеть, көру от слова да, видеть, көргім келеді. Хочу увидеть шет мемлекеттер, зарубежные государства. Айсана говорит, да, оны? Айсана айтады. Ғаламшарларда болғым келеді. Бақыт айтады. Ғарышкерлердің әуе кемесін көргім келеді. Әуе кемесі, ребята, ну-ка вспомните, что такое әуе кемесі? Правильно. Воздушный корабль. Кім көргісі келеді? Бақыт и Айсана. Және Айсана. Зымыранды көргім келеді. Айсана көргісі келеді зымыранды. Ұшу айлағына барғым келеді. Ұшу айлағы. Ну-ка вспомните, что такое, ребята, ұшу айлағы? Мы проходили это слово. Да, правильно. Это то место, откуда вылетают космические корабли. Вспоминайте, как называется это слово. Аққан жұлдыздарды тамашалағым келеді. Вот смотрите, ребята, слово аққан жұлдыздар. Звезды какие? Которые падают. Тамашалағым, слово тамашалағым. Хочу наблюдать. Кім? Кто хочет наблюдать? Қуаныш. Хорошо, ребята. Проработайте это задание еще раз. Тағы бір рет осы тапсырманы қараңдар. Енді үйге тапсырма. Үлгі бойынша өз арманың туралы жаз. Өз арманың о своей мечте. Үлгі бойынша по примеру. Менің арманым, моя мечта. Балалар, ребята,
В этой работе вы должны использовать выражение «қалаурай», то есть как оно используется правильно. Мен өскенде ұшқыш болғым келеді. Когда я вырасту, хочу стать летчиком. Ұшқыш болсам, мен ата-анамды қыдыртамын. Они вместе со мной будут путешествовать. Мен математиканы, суретті, шет тілдерін терең оқығым келеді. Хочу изучать. Смотрите, желательное наклонение. Оқығым келеді. Хочу изучать глубоко языки, математику и сурет, художественную графику. Өз мамандығымды жақсы меңгеру үшін бұл пәндер өте қажет. Для того, чтобы изучить хорошо свою профессию, эти предметы очень важны. Жақсы балалар, тапсырма түсінікті болса, сау болыңдар. Жазбаша жұмыс менің арманым. Ваша письменная работа — написать небольшое эссе на тему «Моя мечта». Сау болыңдар балалар.